Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен сырнеке дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен керегі сүзбе, яғни құрғақ болу қажет. Сүзбеміз сулы болса, суын сығып бөлек ыдысқа алып қойсаңыздар болады. Мен бұнда 300 грамм сүзбені пайдаландым және 5%-тен 9%-ге дейін жоғары сүзбені пайдалансаңыздар болады. Осылай шанышқының көмегімен кішкене майдалап алатын боламыз. Егер сіздерде блендер бар болса, блендердің көмегімен езіп алсаңыздар болады. Осылай біркелкі тегіс етіп жақсылап араластырып аламыз. Сырнекейді таңғы асқа жесеңіз өте пайдалы және дәмді таңғы ас болады. Содан соң 2 жұмыртқа қостым. Менде жұмыртқаларым S1 болғандықтан 2 қостым. Егер сіздердің жұмыртқаларыңыз үлкен болса, 1 қосып дайындасаңыздар болады. Осылай жұмыртқаны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Біркелкі етіп, тағы да езіп аламыз сүзбемізді. Көріп тұрғандарыңыздай осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Фөк ете аламыз мына жақта. Міне, менде араластырған түрі. Содан соң қантымызды саламыз. 2 ас қасық қант салдым. Егер сіздер дәмі кішкене қатты тәттірек болсын десеңіздер, одан да көптеу етіп салсаңыздар болады қантты. Қантымызды салып болған соң қант ерігенше кішкене тез жылдам араластырып алатын боламыз. Оның үстіне сүзбемізде езіліп, біркелкі әдемі қалыпқа ене бастайды. Осылай дайын болған массамыздың үстіне ұнымызды салып қамыр жасайтын боламыз. Мен 2 ас қасық ұн салам деп ойлағаным, бірақ менде массам кішкене көптеу болып кеткендіктен мен 4 ас қасық ұн салдым. Осылай қолымыздың көмегімен қамырды жақсылап араластырып, басын біріктіріп алатын боламыз. Жаңа айтып өткенімдей, мен 4 ас қасық ұн салдым. Осылай жақсылап басын біріктіріп, қамыр қалпына енгенше араластырамыз. Басында осылай қолға жабысыңқырап тұрады. Біріктірген соң басы әдемі қамыр болып шығады. Маған ең қатты ұнайтын сырнекелер десек те болады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп сенемін. Міне бізде дайын болған қамырымыз. Кішкене тақтайдың үстіне ұн сеуіп, қамырымызды түсіріп, бөлшектерге бөліп аламыз. Содан соң 30-35 граммға бөліп алатын боламыз. Бөліп алған қамырларымыздың барлығын ұнға аунатып, бір шетке қойып қоятын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай кесіп аламыз. Мен көз мөлшерінде кесіп алдым. Сіздер әр қайсысын таразыға салып өлшеп алсаңыздар болады. Ұнға малып жасап алсаңыздар жабыспайтын болады да қамырымыз. Сол кезде барлығы ыңғайлы болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк қоңыраушасын басып, мені қолдап кетіңіздер. Сіздерге менің каналым ұнайды деп сенемін. Міне көріп тұрғандарыңыздай кішкене домалақ етіп жасап аламыз. Содан соң осылай стақанның көмегімен домалақ етіп, әдемелеп сырнекейді осылай әдемелеп жасайтын боламыз. Немесе сіздер пышақтың көмегімен домалақтап етіп осылай қалыпқа енгізіп алсаңыздар болады. Сіздер таңғы асқа жасап мұздатқышта қатырып қойсаңыздар болады. Керек уақытында алып, осылай кішкене май құйып, пісіріп алып жей бересіздер. Осылай қызып тұрған майымызға бір шетіне сырнекелерімізді салып, 2 бетін қызартып, пісіріп алатын боламыз. Бетін жауып қойсаң, ортасы да жақсы тамаша болып піседі екен. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деп сенемін. Міне көріп тұрғандарыңыздай қызып тұрған майымызға осылай салып алдық. Содан соң артқы бетіне алмастырып, видеода көріп тұрғандай жасап алсаңыздар болады. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Міне бір беті пісті, содан соң екінші бетіне алмастырып жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай. Міне көріп тұрғандарыңыздай әдемі қып-қызыл болып пісіп шығады екен. Жасап көріңіздер.
менің арнама тіркеліп подписаться батырмасын все батырмасын басып тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге ұнайтын жемістермен осылай безендіріп жесеңіздер болады. Сіздерге ас болсын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Арнамда сізге ұнайтын рецепттер